Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Біз Сыр мектеп-лицейінің 11-ші сынып оқушылары Утарбаева Аяжан және Аяш Дәлет. Бүгін біз бұл видеода OpenTunes бағдарламасын пайдаланып өз анимациялық мультфильмімізді қалай істеуді түсіндіретін боламыз. Видео бірнеше бөлімнен тұрады. Қазір тулбар терезесіндегі құралдармен пайдалануды үйретеміз. Бірінші құралымыздың аты ол brush tool, ол былайша айтқанда обычный кисть, олмен біз суретімізді саламыз. Ол контуринг, лайнинг, анау мынау және осындағы тулбардың настройкаларында осы жерде терезесінде оның қалыңдығын біздің нажатиямызға қарай және оның қаттылығын келтіруге болады. Екінші құралымыздың аты ол geometric tool, олмен әртүрлі пішіндер жасай беруге болады. Былай шеңбер, сызық немесе шаршының бәрін жасай беруге болады. Үшіншісі бізде type tool, ол мәтін суретке немесе кадрға жазуға болады. Мысалы титр немесе сөздер қосу үшін. Төртіншісі бізде fill tool, яғни бояу толтыру. Жабық жерді бір түспен бояуға арналған, мысалы шеңбердің ішін бояп қойсаңыз болады. Бесіншісі бұл бізде paintbrush tool, бояу қолқалама. Бұл кәдімгі сурет салу сияқты қалың етіп бояуға мүмкіндік береді. Алтыншы құралымыздың аты ол eraser, бұл кетіргіш, олмен жаңағы салынған суреттеріміздің барлығын кетіре береміз. Оның да қалыңдығын және қаттылығын келтіруге болады. Жетінші құралымыз аты ол finger tool, олмен пішіндерді деформациялауға арналған. Көріп тұрғаныңыздай арасындағы бос орындарға толып жатыр. RGB picker tool дегеніміз суреттегі кез келген пиксель нақты түсін таңдауға көмектесетін құрал. Бұл түсті бірден палитраға алып, әрі қарай бояуды қолданасыз. Қысқаша айтқан кезде экрандағы кез келген түсті ұстап алып, өз палитраны қосып алатын құрал. Ruler tool, бұл құрал сурет салғанда сызықтарды түзу әрі нақты сызуға көмектеседі. Яғни, егер қолмен салғанда қисық кетіп қалса, бұл құралмен қосып сызықты сызамыз да, соның бойымен brush немесе пенсилмен жүргізіп шыға аламыз. Бұл кәдімгі сызғыш сияқты жұмыс істейді. Яғни айтқанда, түзу сызық сызуға арналған виртуалды сызғыш. Келесі видеода біз OpenTunes бағдарламасын басқа құралдармен қолдануды үйретеміз. Қош сау болыңыз.